Алдымыздағы зал Ұлы Отан соғысы кезіндегі Қарағанды туралы баяндалса, бұл зал Ұлы Отан соғысынан кейінгі Қарағанды, яғни 1946-1980 жылдардағы Қарағанды туралы айтылады. Ұлы Отан соғысынан кейін Қарағандыда қираған өнеркәсіптер қайта жанданып, жаңадан өнеркәсіптер салына бастайды. Подиумда ең алғашқы бағдарлама түсірген кино проекторды көруге болады, және де Қарағанды көмір бассейні Ұлы Отан соғысынан кейін республикалық ксро-лық үлкен рекорд жасайды, яғни Қарағанды көмір бассейні 1 миллиард тонна көмір өндіріледі. Алдымызда Диарамада орналасқан домна пеш 1960 жылы алғаш қаламызға қарасты Теміртау қаласында орналасқан металлургия комбинатында ашылу салтанаты өтіп, болат балқытылған болатын. Алғашқы болат балқыту барысында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы жас металлург ретінде қатысқан болатын. Келесі экспозицияда ауған соғысы туралы баяндалады. Ауған соғысы 1979-1989 жылдары болған. Алдымыздағы экспозицияда Қарағанды қаласынан қатысқан ауған соғысы ардагерлерінің жеке заттарын көруге болады. Жалпы алдымызда өтіп кеткен 2019 жыл ауған соғысына 30 жыл болғанның аясында музейімізде жаңа экспозиция ашылған болатын. Келесі экспозицияда қаламызда алғаш ашылған оқу орындарын көруге болады. Олардың бірі 1931 ашылған Тау-Кен институты, кейін 1938 жыл мұғалімдік институт ашылды. Ол кейіннен педагогикалық институт болып өзгертіліп, қазіргі таңда елімізге танымал оқу орындарының бірі болып табылады. Сонымен қатар подиумда ең алғашқы есептегіш машинасын электрондық нұсқасын көруге болады. Сонымен қатар 1960 жылға алғашқы телевизор, КВН телевизорында осы подиумнан көрсеңіздер болады. КСРО кезінде Қарағандыда атақты Ғалым Жарылғапов деген боксшымыз болған. Сол боксшымыздың КСРО кезіндегі турнирлардан жеңіп алған кәдесыйларын да осы подиумнан көрсеңіздер болады.